Армардақты ағайын, бүгін біздің риясыз әңгімеде қонақта Қалибек Қуанышбаев атындағы Академиялық музыкалық қазақ драма театрының директоры әрі көркемдік жетекшісі Еркін Жуасбек мырза. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Еркін аға, жуырда сіз жетекшілік ететін театр академиялық деген атқа ие болды. Құтты болсын. Рахмет. Академиялық театр бұл кеңес үкіметінің тұсында көне әрі ірі театрларға берілетін атақ екен. Ең алғаш 1919 жылы Ресейдің үлкен театрына беріліпті. Ал тәуелсіз Қазақстанға қажет пе осы атау? Өйткені әлемдік театр терминологиясында жоқ, академиялық деген. Қазақстанда 60-ға жоқ театр болатын болса, солардың бәрі бірдей емес қой енді. Солардың ішіндегі салмағына, өнерінің деңгейіне, өлшеміне қарай әртүрлі біліктілік жағынан бөлініп тұрады. Осы жағынан келген кезде біздің ұлы Мұхтар Әуезовтің атындағы театрдан бастап әр театрдың өзінің сатылық ерекшелігі бар. Сондықтан бұл бір осы 20 жыл Қуанышбаев театрының тарихындағы жаңа биік ретінде берілген мәртебе болса керек. Сондықтан осыған дейінгі істелген үлкен еңбектердің, ізденістердің жемісі ретінде осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Сондықтан сіздің құттықтауыңызды шын ниетімізбен қабыл аламыз. Еркін аға, мен сұрағым келіп отырғаны, біздің театрдағы жүйе бәрібір кеңестік жүйеден алысқа ұзамаған сияқты, тіпті атаулардың өзі сол қалпында қалған. Солай ма? Жалпы мен өз басым кеңестік жүйе дегеннің барлығын түгелдей құртып тастау дегенге ешқандай келіспеймін. Өйткені ол кезеңнің өзінде қандай жақсы кезеңдер болды. Дәл кеңестік кезеңдегі кеңес театрының өзі, қазақ театрының өзі жеткен деңгейі, биігі бұл әлемдегі театрлардың алдыңғы қатарында болмаса, соңында қалған жоқ. Сондықтан, егер жақсысы бар болатын болса, жақсы жүйесі бар болатын болса, оны неге қазір мансұқ етуге, одан бас тартудың ешқандай қажеттілігі жоқ деп санаймын. Сол кеңес үкіметінің тұсында Фарида Шәріпова, ұлы актрисамыздың бір естелігінен оқып едім. Театрдың алдында жедел жәрдем көліктері тұратын. Иін тірескен халықтың көптігінен тіпті біреулердің жүрегі талып сол жерде құлап жататын. Соншалықты үлкен аншлаг болатын деп. Сіз көрдіңіз бе сол дәуірді өзіңіз? Біздер енді оның соңын көрдік қой. Соңын көрдік, сол Мұхтар Әуезов театрына 80 жылдардан бастап студент кезімізде бара бастадық. Сол кездегі иін тірескен халықты шын мәнінде, мәселе ол халықтың көптігінде емес. Сол қойылып жатқан ойынды, спектакльді шын риясыз қабылдайтын халықты көргенмін. Шын мәнінде көрерменін баурап алатын, сол жаңа сіз айтқан Фарида Шәріпова, Әнуар Молдабеков, Нұрмұхан Жантурин сияқты үлкен-үлкен актерлардың кәдімгі көрерменнің үстінде өнерімен қалықтап жүргеніне куә болған кезіміз болған. Кеңес дәуірі қазақ театрының да алтын дәуірі деп есептеуге болады ғой. Біздің халықтық театр, дәстүрлі театр, этнографиялық театр біздің халқымызда да болған. Бірақ бүгінгі ұғымдағы театр деген ғимарат, сахна, көрермен залы деген үлгідегі театр бұл кеңестік дәуірінде қалыптасты, дамыды, өрледі, дәуірледі. Осы жағынан келген кезде қазақ театр өнері шын мәнінде алтын ғасырды басынан өткерді. Алтын ғасыр демек өткенде қалды. Енді жауһар ғасыр, басқа бір қымбат ғасырлар орала ма әлде жоқ па? Енді міндетті түрде тарихтың бәрі қайталана беру қажет емес шығар. Бүгінгі заманның үрдісіне сай өзінің халқына керек театр болу керек деп есептеймін өзі. Шын мәнінде осы кейбір пікірлер айтады, әлемдік үрдіспен салыстырғанда қазақ театры қалып кетті, ондай екен, мұндай екен деген сияқты көңіл тоймаушылық білдіреді. Шын мәнінде әлемдік үрдіспен салыстыру дегеннің өзіне де абай болып қарау керек сияқты. Қазақ театры шын мәнінде ұлтымызға керек театр, ол әлемдік үрдіспен салыстыратын кешегі олимпиададағы бокс, не болмаса ұзақтыққа секіру емес. Қазақтың театры ең алдымен қазаққа керек болса ғана өмір сүру керек. Біздің ұлт ретінде қалыптасуымызға, ел ретінде қалыптасуымызға театрымыз қажет болса, ол қазаққа ғана қажет күйінде керек деп есептеймін. Театр белгілі бір тәрбиелік рөл атқарып отыр, ағартушылық функциясы бар оның. Немен тәрбиелеп отырмыз біз бүгінгі көрерменді? Бүгін мысалға театрға ешкім мені тәрбиеле, не болмаса оқыт деп келмейді. Бүгінгі көрермен театрға көз алдында туатын өнерді көру үшін келеді, актерлық өнерді. Шын мәнінде сахнада кәдімгі сізді сендіретін, оқиғасымен баурап алатын таза өнердің тууына куә болу үшін.
Өзіңіз білесіз, мысалға ән айтудың өзіне қазір күдікпен қараймыз, күй салудың өзіне күдікпен қарайтын заманда сахнада ешқандай ол әнді біз дауыстың үлкейткішімен айтып жүрміз ғой, мысалға 2000-3000 аудиторияға. Ал сахналық өнер бұл әлі табиғилығын жоғалтқан жоқ. Ал теледидар арқылы спектакльдерді насихаттауға көзқарасыңыз? Бұның да қажеттілігі бар деп есептеймін, бірақ теледидар арқылы спектакль көрдім деп айтудың ешқандай қажет жоқ. Шын мәнінде режиссура, бүгінгі дамыған режиссура, бүгінгі сахна өнерінің әрленуі, көркемделуі, оның барлығы бір ғана спектакльге қызмет етеді. Яғни кәдімгі залға келіп, өзіңізді өзіңіз әзірлеп, спектакль көрген әсерге сіз бәрібір жете алмайсыз ол жағдайда. Биыл 1 қыркүйекте күні кеше, яғни елімізге белгілі режиссер, халық қаһарманы, КСРО-ның және Қазақстанның халық әртісі Әзірбайжан Мамбетовтің 80 жылдық мерейтойы атап өтілді. Жалпы қазақ киносында Шәкен Айманов десек, қазақ театрында Әзірбайжан Мамбетов. Бұл біздің өнеріміздегі екі сом тұлға. Сіз көзін көрдіңіз ғой ол кісілердің? Әрине, мен енді Әзекеңнің көзін көрдім. Мен ол кісіден кейін театр қайраткерлер одағына қызметке тұрдым. Ол кісіден кейін қазір мінекей Қуанышбаев театрында қызмет істеп жатырмын. Мен үшін ондай жақындықтан гөрі шын мәнінде Әзірбайжан Мамбетовтың заманындағы сол кісінің дәуірлеп тұрған шағында қойған спектакльдерін көргендігім жақынырақ болып көрінеді маған. Әзірбайжан Мамбетов бұл өз заманының заңғар тұлғасы. Шын мәнінде сол 30-шы жылғы қиыншылықта туып, 40-шы жылғы соғыс жылдарында кәдімгі кетіп қалған көп боздақпен бірге кетіп қалмай, тірі қалып, содан кейін 50-ші жылдардағы қайта өрлеу дәуірінде өнер іздеп, соның шың биігіне жетудің үлгісін көрсеткен бұл Әзекең. Әрине, ол кісінің қоғамдағы орны, ол кісінің азаматтық орны туралы көп айтуға болады. Мен үшін, өнер адамы үшін ол кісінің режиссурасы шын мәнінде басқа қасиеттерінен бөлек. Бір ғана ана жер анадан алатын болсаңыз, мысалға 30 жыл жүрген екен ғой сахнада. Қандай эпитеттерге, қандай теңеулерге ие болған спектакль. Бірақ соның шын мәніндегі жаңалығы не? Жай ғана бір ауыз сөзбен айтайын, мен бүкіл спектакль сізге талдап отыратын уақытыңыз да жоқ шығар. Мысалға, сондағы Толғанай деген жай ғана қазақы қара кемпір ана образымен бірге жер ана образының өмірге келуі бұл шын мәнінде режиссурада жаңалық болды. Өйткені айдалада, сайын далада Толғанай жермен сөйлесіп отыр. Бұлай қарасаңыз, Шыңғыс Айтматов жазған повесть осы ғана. Бұл адамда болатын, сіз ақын қызсыз, сіз табиғатпен де сөйлесе аласыз, аққайыңмен де сөйлесе аласыз. Сол сияқты Толғанайдың бейнесінде ондай болуы мүмкін. Ал енді жер ана, оған жауап беретін жер ана қалай жасалды? Бұл қазақтың кәдімгі кимешегін киген, басында күндігін таққан, камзолда осындай бейнеде жер ананы жасап шығарды. Ол неге қазақи киімде шығарды? Сіз не айтсаңыз соған жауап беретін, сіз не ексеңіз соны өсіріп шығаратын кәдімгі аналардың анасындай образды Әзірбайжан Мамбетов дүниеге алып келді. Бұл мысалға көптеген реформасының бірден бір бөлігі ғана. Мінекей толып жатқан осындай режиссерлық қиялдың жемістері Әзірбайжан Мамбетовте өте жеткілікті болды. Сонысымен ол өзінің замандағы режиссерлардың алдына шықты. Өзі ғана шыққан жоқ, қазақты алып шықты. Чеховтың бір сөзі бар ғой, жаңашылдық дегеніміз не? Талантты жасалған дүние ол жаңашылдық деп. Әзірбайжан Мамбетовтың мерейтойына орай Орал қаласында театр фестивалі өтеді деп жоспарланған қыркүйектің ортасында. Қалибек Қуанышбаев атындағы театр барады ғой? Біз енді бұл фестивальға 2 спектакль апарамыз, себебі Әзірбайжан Мамбетовтың өзі қойған спектакль тек қана біздің театрдың репертуарында ғана бар. Сондықтан біз ол кісінің режиссурасымен сахнаға келген ғасырдан да ұзақ күн деген спектакльмен сол фестивальді ашамыз. Сонан кейін Айтматовтың повесінің инсценировкасымен жасалған. Сонан кейін өзіміздің Ақан сері Ақтоқты спектаклін фестивальдің ауқымында ойнаймыз. Біз онда ол фестивальға белсенді атсалысамыз деуге болады. Сол сияқты өзіміздің театрда да жоспарланған біраз шараларымыз бар. Мысалға, биылғы маусымды біз осы ғасырдан да ұзақ күн спектаклімен ашпақшымыз. Сонымен бірге
кәдімгі режиссер Әзірбайжан Мәмбетов феномені деген атпен ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырсақ деген ойымыз бар. Шын мәнінде режиссердің феноменін ашып, сол туралы әңгіме қозғап, үлкен бір жинақ шығарсақ деген ойымыз бар. Сондықтан қазір біраз Әзекеңді білетін, ол кісінің шығармашылығын білетін, білгенде кәдімгі терең білетін кісілермен келісіп жатырмыз. Әшірбек Сығай тәрізді театр сыншысы жазды. Өзінің кеткеніне бірер жыл толар толмастан Әзекеңнің қойған спектакльдері репертуардан түсіп қалды деп. Неге? Әзекең қойған спектакльде ол кісі жасаған актермен, ол актер бақилық болған